Allah barшаңызға берекет берсін, жақсылық берсін. Осы ауылдағы әйтеуір барша мұсылман бауырларымыз Аллах панасын алсын деп Аллахтан тілейміз. Аллахтың қалауы осы жерде түз бұйырып, Аллахтың қалауымен келіп қалған екенбіз. Әйтеуір мешітке кіріп баратып бауырлармен амандасып отырмыз, мешітке шығып баратып бауырлармен амандасып отырмыз. Былай қарасақ, бауырлардың бәрі дәу-дәу здоровый болып көрінді да, бір палуан ба деп қоямын, сөйтсем палуандықтан емес екен, палаудан екен ғой. Мынандай палау жегеннен кейін здоровый болу керек шығар. Аллахтың өз ішімен де уақыт көп емес еді. Қарап отырсам, жазмыштан озмыш жоқ дейді ғой, адамға Абдулла ибн Масудтан жеткен хадис бойынша анасының құрсағында жатқан кезде Аллах Тағаланың жазып қойған 4 нәрсесінің біреусі рызық еді ғой. Бекатке ризқи деп келетін. Рызық деген екен. Соны бауырлар енді әйтеуір қалай бұйырғанын білмеймін, өзі қарағандының ішінде үлгере алмай жүремін, шақырған тойларға. Неға қалай келіп қалғанын өзім білмей отырмын. Аллахтың қалауы шығар. Осы бір палау бұйырып тұрған шығар, көптен бері мына палау жеп көрмедім, шынымды айтсам. Уже ұмыта бастаған екен. Кеше ғана Қарағандыдан тауық жеп шыққан. Түсте Астанадан кофе іштім. Жана Шымкенттен асыр уақытында шашлық жедім, неғына палау жеп отырмын. Ілгерге бұрын айтшы, бір әулелер бар, парызын Қазақстаннан оқып, сүннетін Меккеден оқиды дейм, енді ол жай сөз ғой. Бірақ Астанадан кофе ішкенім, кешкерін аяқтан Сарыағаштан палау жеп отырған бұл реальный нәрсе болып тұр да. Бірақ әулеліктің арқасында емес, техниканың арқасында. Жай үшін күлмекке жақсы деп айтып отқаным ғой. Аллах Тағала баршамызға көркем мінез құлық нәсіп етсін, риядан сақтасын, тәкаппарлықтан сақтасын. Енді мына бір жерге біздің келгеніміз енді валима деп келдік. Сол бір бауырымыз үйленіп жатыр екен деп. Шынын айтсам, өз бауырымыздың аты кім еді үйленіп жатқан? Берік бауырымыз ба? Алла Тағала Берік бауырымызға өзіне берекет берсін, оған берекет жаудырсын. Осы некелерін, дүниенің, ақыреттің жақсылығын нәсіп ететін бір неке болуын Алла Тағала нәсіп етсін деп сұраймыз. Бұл енді осы той болады деп шақырғанына біраз болған, әйтеуір қол кешіп осыған келдік қой. Бұны алдында бір бауырларға айтып жатыр едік, бір жерде бір бауырымыз валима деп шақырған. Қолын тигеннен кейін барам, ол күтті, ары күтті, бері күтті, аны барам, міне барам деп, уже барған кезде валимамыз ақиқа болып кетіпті да. Барсам уже әйел туып жатыр екен. Енді арада сәл ертерек жеттік деп ойлаймын енді. Берік бауырымыз пысықтық жасап жүрміз. Енді дастарханымыз кішкене сол валимаға, осы неке тойына қатысты болғаннан кейін осыған лайықты бір тақырыпты айтып кетейік деп ойлаймыз. Жалпы мұсылманшылықта, Құранда қайсы бір тақырыпты алмасаң да кәмілдікті көресің да. Қайсы бір тақырыпты алмасаң да адам баласының дүние ақыретте бақытты болған қалай тақырыпты көреміз. Енді біз осы деде уақытта әйтеуір жақсы әңгіме бастай бастасақ, уақытта тез өте бастайды ғой зырылдап. Бір ғана аяттың төңірегінде шамамыз келгенше осы некеге қатысты бір аяттың төңірегін айтып өтуге тырысайық. Аллах Тағала сол аяттан бізге уәде еткен, иман келтіргендерге уәде еткен шипасын, мейірімін, берекетін нәсіп етсін. Ол аятта Аллах айтқан: "Ва мин аятихи ан халақалакум мин анфусикум азважа." Аллахтың ұлықтығын көрсететін белгілердің біреусі, ол Аллах Тағала сендердің өздерінен сендерге жұп жаратып берді. Литаскуну илайха, сол жұптарынан бір тыныштық табуларың үшін.
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً және араларында махаббат, мейірім орнатты дейді. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Осы нәрседе, яғни пікір қылатын, ойланатын кісілер үшін көптеген белгілер бар дейді. Осы аятқа қарасақ, бір оқып өттік. Бірақ бұл аяттағы әрбір сөзінің түбі хикметке толы. Соны қарайық. Бірінші момент аят деп отыр. Аллахтың белгісі. Аят дегенде Аллахты танытатын белгі. Аллахқа тауқит ұстануға шақыратын белгі. Аллахқа ғибадат жасауға шақыратын белгі. Белгілер өте көп. Аспан аят, белгі құдайдың бар екеніне. Жер аят, күннің батқаны, шыққаны белгі. Аспандағы жұлдыз белгі. Сол шұққан дегенде аспан мен жердің жаратылысында, аспандар мен жердің жаратылысында, күн мен түннің ауысуында ақыл барларға белгі бар. Сондай белгілер көп. Сол белгілердің ішінде Аллах тағаланың адамды жүк қылып жаратқан сол белгілерге кіреді. Бұл кездейсоқ емес. Бұл нақты дүние. Сол үшін мынау атеистердің, материалистердің әлем кездейсоқ пайда болып деген нәрсесіне үлкен соққылардың біреусі. Егер кездейсоқ болатын болса, енді олар білесіздер ғой, мектепте оқыған шығарсыздар, қарындарыңыздарды жақсы алсаңыздар. Олар айтады ғой, тас деген миллион жыл жатып тасбақа болыпты деген сияқты, тасбақа балық болыпты, малды ит болыпты, ит маймыл болыпты, маймыл адам болыпты деген сияқты. Сөйтіп қояды. Бірақ сол атеисттер қателесті, бірақ жағынан ойлаймын, дұрыс айтса дейді. Өзі құдайсыз адам маймыл ғой. Мұсылмандар адамбыз деп айқайлаймыз, олар маймылмыз деп айтады ғой. Жарайды, маймыл бола берсінші солар. Енді осы Аллахтың ұлықтың белгісінің біреусі ер кісіге жүк қылып әйел кісіні жаратып беру. Бұл да Құдай тануға үлкен бір белгі ойлаған деген адамдар. Әйтпесе тек қана еркектер болып жаратылған кезде. Қызығы жоқ қой өмірде. Өмірдің бір қызығы әйел бала шаға. Зүйдина линнасы хаббу шахауати минан ниса дейді ғой. Кісілерге әйелдер ұнап келген дейді, ер кісілерге. Сол үшін бір Аллахтың белгісі. Егер тек қана әйелдер болатын болса, онда бұл өмір бұндай дұрыс болмас еді. Енді осы ер кісіні, әйел кісіні жаратқаннан кейін біз осы жерлерде көп болып қарамыз. Еркектің ұрпақ қарамайды, құр еркек өзі болатын болса. Болмаса құр әйел болатын болса, ұрпақ қарамайды. Баяғыда алғаш үйленген кезімде ауылда тауық бағамыз. Сосын мен үлкен жолдасым тауықты өз бауыздай келеді. Мен үйде болмай қалсам. Сосын екі қонаққа қаптырып тауық бауыздау керек болған ғой. Сосын арада тауықтарға қарап тұрып айтады деген. Ішінде бір қораз тауықтар жүр екен, қайсың болып қораз бауыздайын ба, тауықты жұмыртқа беріп, қораздан тауық жұмыртқа тумайды депті да, сөйтіп бейшара қораз бауыздап жүрген ғой. Сосын мен айтадым, тауық жұмыртқа қалай тұрсың, сол емес. Жаңа болмаса. Иә, тауық жұмыртқа тұрып, бірақ қалай тұрсың, оны ойланбайсың, бейшара. Еркектің болсын. Сонымен жаңағы құр еркек болатын болса қалай біз қараймыз? Құр әйел болса қараймыз. Ер кісімен әйел кісіні жаратты. Енді осы аятта қараңыз. Аллахтың белгілерінен сендердің өздеріне сендерді жүк тұрады дейді. Сендерді кім айтады? Еркектерді айтады. Аяттың алғашқы бастамасы еркекке тәрбие, еркекке қамшылық деп жатыр да. Әйел бөтен емес дейді. Мен анфусикум, сенің өзің дейді. Бұны тәпсір ғалымдар сипаттайды. Ол деген сөз қайсы бір еркек әйелін құрметтейтін болатын болса, әйелдің хақысында Құдайдан қорқатын болатын болса, әйелді сыйлайтын болатын болса, ол өзін сыйлайтын еркек дейді. Негізі әйелді сыйламайтын еркек, өзін сыйламайтын еркек. Өйткені өзіңнен ол. Өзіңнен ол болады. Сол үшін бұған дәлел болатын пайғамбарымыздан хадис бар еді. Қияргун ли ахлиhi ва ана қияргун ли ахли. Сендердің жақсыларың дейді. Мен мұсылман дегендер үшін жақсыларың кім дейді? Әйеліне жақсы болғандар. Мен әйеліме жақсымын дейді. Сол үшін еркектің еркек атының кәміл болуы, әйелге пана бола білу, әйелін құрметтей білу, әйелін сыйлай білу, әйеліне ақыл айта білу, әйелін жақсыға жетектей білу. Осы арқылы. Әйелінді сыйлау арқылы еркек өзін өзі сыйлайды. Әйелін сыйламаған еркек өзін өзі сыйламаған болады. Сонда аяттың біріншісіне еркекке насихат болады. Осы жерге біз не айтып кетейік? Бағана балалардың жолға айтатымыз ғой. Енді ислам дінінің
көптеген жақсы жақтары бар, соның және бір жақсы жағы бар да. Мүмкін осы отырғандарымыз арасында олай жоқ деп қояйықшы. Мысалы айтайық, мектепте болады ғой, кей кезде бір бала 5 оқиды, бір бала 4 оқиды, бір бала 3 оқиды, бір балаға мұғалім ұялғаннан 3 қояды деген сияқты. Мектепте оқығысы келмей, сумкасын теуіп барып, ішіне бір дәптер салса салды, салмаса жоқ деген сияқты, ручка алса алды, алмаса класстан бір ручка берші деп отыратын балалар болды. Бірақ сол жігіттер намаз бастағаннан кейін көбісі кітап құшақтап жүреді. Мектепте ұрып оқытамайды да, қазір олар кітап іздеп жүреді. Бір жерде уағыз болады десе, бәрін тастап келуге дайын болады. Солар. Бірақ кеше мұғалімдер сол айтқан кезде 45 минут қалай бітерін білмей, іші қысып, жаңағы мен звонок шылдыр етерғаннан бастап, есікке теуіп шығатын еді, ес жол бересің. Мұсылманшылыққа келген кезде сол бауырлардың дінге құмартқанын көреміз. Өйткені ислам дінінің ең бірінші аяты не деп келеді? Иқра, оқы деп келеді. Бисмилля роббикеллази халақ, жаратқан Аллах атымен оқы дейді. Сол үшін мұсылманшылықты дұрыс түсінген адамның бойында бір қасиет, ілімге деген құштарлық. Кейбір ғалымдар айтады, дін іліміне құштарланбау дейді, мұнафиқтықтың белгісіне дейді. Олакин мұнафиқтар яғайыптан түсінбейді деген, соны фиқіліміне қызықпайды, дініміне қызықпайды деп түсіндіретіндер болған. Ал мұсылман Аллахтың аятына, пайғамбардың хадисіне ода бір құмарту деген нәрсе бар. Енді қарасақ, біз енді ілімді алғаннан кейін мақсат не ілім алғандағы? Бірінші өзіміз құтқарып алу, аяттың бірінші бөлімінде тоқталып, еректерге қатысты жерде тоқталып. Ілімді алғандағы мақсат бірінші орында өзімізді құтқару. Халал мен харамда ажырату, жақсы мен жаманда ажырату, жәннаттың жолына қарай қадам басу, тозақтың жолынан сақ болу. Ілім алудан мақсатымыз Аллахтың разылығын таба отырып, Аллахтың риза болған пенделерді кіргізетін жәннатына кірсем деген үміт бізде. Әйтпесе ілім алғандағы міндет өзімді шейх, қарымын, кереметпін, сендер надансыңдар деген үшін алатқан жоқпыз. Ілім бірінші өзімізді түзеу үшін алатынбыз. Сол үшін ғалымдар айтады, әрбір Құран оқыған мұсылман, әрбір хадис оқыған мұсылман оқу барысында бірінші өзін ойлап оқысын дейді, біреуді емес. Мынаны хадисте жазып қойыпты, мұнафиқтың белгісі сөйлесе өтірік айтады, уәдесінде тұрмайды деген сияқты, дауласа шектен шығады депті, осындай деп кетті, аманатқа қиянат қылады депті. Ана менің досым бар еді, сол осының белгісі бар екен. Демес, мынау менде жоқ па еді. Бірінші өзіңді ойлап оқы депті. Өзге емес. Сонда пайда келе бастайды. Сол кезде пайда бастайды. Иса алейхиссаламның өзінің бір сөзі айтқан бірінші өзің дуаңыздан бол, өзіңе уағызың өтсе, өзгеге айт, олай болса Құдайдан ұят. Олай болса Құдайдан ұят. Енді сонда ілім алғандағы мақсат бірінші өзімізді түзейді екенбіз, өзімізді түзеп болғаннан кейін біз не істейміз? Жақындарымыздан бастаймыз. Бізге ең жақын адамдардан бастаймыз. Әке, шеше, аға, бауыр, туған деген сияқты. Енді бұл жақта әпше дейді ғой. Сол сияқты өзіміздің жақындарымыздан бастаймыз. Сол жақындардың ішінде кім тұр? Біздің әйеліміз. Біздің әйеліміз тұр. Сол үшін біз бірінші үйренген нәрсемізді, Құраннан тапқан қызығымызды, сүннеттен тапқан сондай қымбат дүниемізді әйелімізге бірінші жеткізуге тырысамыз. Сонда бұл еркек, ол еркек деген сөзді. Олай болса, ол еркектің қасиетін сақтай алмайды. Бірінші ол отбасында болу керек. Ана бір жерде бір оқиғаны кішігірім айтып кетіп жатыр. Балалар қысқаша сұрайды солай, бір баламыз телефонмен соғып жатыр ғой, орысша сөйлеп жатыр, арабша сөйлеп жатыр, арабша білетін болу керек, арабшасы жақсы. Сұрақ қойып жатыр, осындай жаңағы айтып отыр ғой, советтегі менің бір досым бар, таңда қазақ жатыр, әйеліне талақ беріп қойды, үшінші талақ беріп қойды, ашумен беріп қойды, талақ түсіне бала шағалар бар еді, не істейміз, анау мынау, соны кейін тыңдап айтып отыр, бауырым, дін деген пластилин емес қой, әділге иіп бере береді. Сақ болсаңдар, бала шаға беріп сол, алдына ойлау керек. Сонда жаңа бір сұрақтар айтып жатырмын да, әйел туралы оқиға. Сенің сол әйеліне үшінші талақ берген бауырың ашуланған кезде не сөз айту керек екенін біле ме деп сұрақ қойды. Біледі. Не айту керек десем? Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Сүннетте осы сөз келген. Расында солай. Жақсы, енді сен сол бауырың ашуланған кезде не істеу керек екенін біле ме сүннет бойынша? Иә, біледі дейді. Отыру керек, жату керек, болмаса дәрет алу керек.
Жақсы. Енді сенің сол бауырың өмірінде біз пендеміз, ашуланамыз ғой. Қаншалықты ашуланды сол кезде осы білетін сүннетіне амал жасаған кезі бар ма? Ойланып көрсінші. Егер ол сүннетке амал жасамай құр жинайтын болатын болсақ, онда біздің қадіріміз не? Ілімді алып, бірақ амал істемейтіндерді Құранда деген сипаттайды? Камасалил химар яхмилу асфар. Кітап арқалаған ешек. Аузынан Құран аяттар сақылдап тұр. Хадис сақылдап тұр. Сүннет дейсің, бидағат дейсің. Сондай тұрсын, бірақ практикада жоқ. Ең бірінші сен ол сүннетті кімнен бастауың? Әйелінен бастауың керек. Я семья бар екен, ұрыспай тұрмай. Үйлену оңай, үй болу қиын. Кім айтты? Үйленгеннен кейін өмір бойы ұрыспай өтіп кетесің. Үлкен имамдардың өмірінде болған. Пайғамбарымыздың әйелдер біздің аналарымызды болған. Айша анамыз келді пайғамбарға қалаған шығып қалғаны. Айша анамызды, Хадиша анамызды, сол кемдік неге айта бересің деп тоққа жауап қалған деп. Қызғанғаннан айтқаны, Хатса анамыздың мінез көрсеткені. Кездескен ол нәрсе. Бірақ біз пайғамбардың үмбетіміз ғой. Осы ілімді үйрендік, елге айтып мақтану үшін емес. Бірінші, оны тәжірибе етсін, амалдасу үшін. Онда болса алла ілімімізді бірінші практика кімнен басталады? Әйелден басталады. Ең жақын адам. Сол үшін Құранда әйелдер бізге не деп айтады? Хунна либаsun лакум ва антум либаsun лахум. Әйелдер сендерге киім береді. Жаңағылар айтқан болсын. Киімдер деген мысалы осы жерде отырмыз. Бізге қазір киімнен жақын не бар өзі? Нан алыс тұр. Шай алыс тұр. Палау алыс тұр. Киім жақын тұр. Әйел бізге жақын дүние. Өзіңе жақын болған дүние. Бір жасында кешке басын жататын адам. Бір шаңырақтың астында өмір сүретін адам.